Ораза ұстаушылар үшке бөлінеді дейді. Ең біріншісі жалпы халықтың оразасы дейді. Ол қалай десе, тек қана аштықтан ғана тыйылған кісілердің оразасы дейді. Олардың оразасы енді Алла қабыл етсін дейді. Неге десеңіздер, өйткені олар дейді, асқазанын тек қана не болды? Айта бер. Естіліп жатыр ма? Болды. Қане бәріміз бірге деп қой, ойнап айтамын. Кетті ма? Тыныштық тыңдаңыздар, ал енді аяқтап тастайық. Тып тыныш тыңдаңыздар. Ең бірінші топ адамдар дейді. Бұлар тек қана ішуден, жеуден тыйылғандар дейді. Ішуден, жеуден тыйылғандар дейді. Олар азаннан кешке дейін өсек айта береді. Или өсекте тыңдап отырады дейді. Или аяқтары күнәлі жерге барады дейді. Немесе қолдары WhatsApp-тан өсек айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Көздері тыйым салынған нәрселерге қаралады дейді. Бұндай адамның оразасы жалпы халықтың оразасы болады дейді. Алла қабыл етсін деп атқан сол. Көрдіңіздер ма? Ал енді екінші топ адамдар бар дейді. Олардың оразасы ең әдемі ораза осыларды екен. Енді Құдай екінші топтан қылсын, қатиябы. Қараңыздар, екінші топ адамдардың оразасы бұлар дейді. Ішуден, жеуден тоқтайды дейді. Сонымен қатар өсек айтудан, өтірік айтудан, ғайбат айтудан, өсек айтып атқандарды тыңдаудан, және де көздері харамға қараудан, аяқтары харамға барудан, қолдары харам нәрсені жасаудан, или өтірік қол қойып жіберіп сыбай деп өтірік ондайдың барынан сақталған дейді. Көрдіңіздер? Бүкіл денесімен не істейді дейді? Ораза ұстайтындар дейді. Ана қараңыздар. Демек, оразадағы мақсат, құрметті бауырлар, азаннан кешке дейін тамақтан тыйылу керек пе екен оразада? Жоқ. Оразаның руханияты мен мақсатын түсініп алыңыздар. Оразада адам бүкіл 12 мүшесіне ие болу керек. Бүкіл мүшесіне ие болу керек. Ең қатты ие болатын нәрсесі тіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Қандай да бір пенде ораза ұстаса, бірақ тіліне ие болмаса дейді. Тіліне ие болмаса, оған азаннан кешке дейін аш жүрді деп жазылады дейді. Болды. Оған Рамазанның сыйлығы жоқ дейді. Көрдіңіздер ма? Отырып алып, өсек айтып біреуді жамандап болмайды дейді оразада. Ол оразадан кейін ғана не істелінеді? Рұқсат етілмейді, етіледі дейін деп отыр ғой. Вообще болмайды өсек өтірік айтуға. Ұстап қалды біраз адам, оразадан кейін бастаймыз деп отқандар Құдай қаласа. Сондықтан бұл екінші топ адамдардың оразасы дейді. Қараңыздар. Енді хотябы осыдан болайық деп атқаным сол. Аузымызға ие болайық, құлаққа ие болайық. Біреу өсек айтып атыр да, мен емес қой, главный өздері айтып атыр. Сіз де өсек айтқан адамның несіне кіріп кетесіз? Үкіміне кіріп кетесіз. Ана екеуін тоқтатпағандығы үшін мына құлаққа ұнап тұрды, әдемі кетіп атыр өйткені. Жалғастырып әдемі кетіп. Осы құлақта не арқалайды? Күні арқалайды. Көрдіңіздер ма? Ана екеуін тоқтатпағандығы үшін құлақта күні арқалайды. Кетті ма? Үшінші топ адамдардың оразасы. Үшінші адамдардың оразасы. Естіліп жатыр ма, бауырлар? Болды. Тыныш тұрсақ бәрімізге естіледі. Әлі қызық нәрселер бар, айтамын Құдай қаласа. Үшіншісін айтсаң енді. Терім қатып қалады ке. Үшінші топ адамдардың оразасы дейді. Бұлар арнайылардың ішіндегі арнайлардың оразасы дейді. Енді білмеймін, қазір бұл жерде бар ма, жоқ па ондай адамдар. Олар былай екен. Рамазан айы келген кезде дейді, олар өздерінің жүректерін Аллаға тапсырады дейді. Болды дейді. Олардың адамдармен әңгімелесетін уақыты жоқ дейді. 24-те 7 қайықта болады дейді. Раббысының құзырында болады дейді. Азаннан қара кешке дейін ол Құран оқудан босамайды, кешкісін тарауықтан босамайды, түнде тахажжудтен босамайды дейді. Міне арнайы адамдардың оразасы осы дейді.